Мынау бізде міне навием пешіміз. Давлениесі көтеріле береді, үйді жылытпайды, 400 квадраттық дейді. Бірақ мынау үйді жылыта алмайды. Үстіңге даже батарейкалар көреміз, бәрі салқын, үсті жағы ыстық, асты жағы салқын болып тұр. Мынада давление қалмаған. Давление көтеріледі қазір. Жалын түріне көтеріп барады, көрдіңіздер ме? Насос айналып тұр. От жанған кезде көтеріледі да. Давление көтеріліп отыр. Мынада ауа жоқты кесірін. Қазір мынаны ауа береміз. Осының давлениесі бір қалыпқа келу керек. И қосымша реле қоямыз қазір насосқа, чтобы не айналу үшін. Тағы да қосымша насос қоямын дейді ағамыз. Насос жұмыс істепті, айналып тұр. Тексеріп тұрып. Пешімізге давлениесін бердік. Одан кейін фильтрларын тазалап қойдым. Пешті жуған жоқпыз. 1-2 жыл жақсы істеп береді бұл пеш. Реле қойып бердік. Болашақта астына дополнительный насос қоямын дейді, жуымыз үстіне қоямын дейді. Короче, үйде кішкене системасы қателеу жасап қойған екен, сондықтан. Әйтпесе уже 60-та тұр, мына подачасы да обраткасы қызып тұр. Қазір мен настройка жасап беріп бердім, чтобы насос кішкене көбірек айналатын қып. Соны қараймыз.